лонжерон обязательно кесу керек, чтобы алды до конца құлау үшін. И сосын лифт двигатель қойылған, машина моторын 4 сантиметрге жоғары көтергенбіз. И сосын смещение балка, ол обязательно смещение балка мен қалай айтсам болады, өте редкий вариантын қойғам, өйткені мынандай қалыңдықта темір қойғам. Ол жаңалдегі сіздерге мына жерде қазір машина жатыр, көрсете алмаймын. Торусқа келетін болсақ, Торус 16-лық новый Торус. Торус пен резинаны қосқанда 500 000 теңге расход шыққан бұған атақта. Тағы да жаңалдегі іші сиденьялары өзінің родной 14 және де 99-ның сиденьялары, оны алып кететін ештеңке жоқ, айтып кететіндей. Жаңалдегі консоль под Android дейді, мен ондай дешманский варианттарды шыны керек. Неғым келмейді, салғым келмейді машинаға ше. Руль родной тұр, ешқандай руль, анандай Kia руль, бірдеңке руль дейді, ондай самаймын, ондай маған керегі жоқ. Өзінің заводской есікті ашқан кезде сырттан қарағанда да простой 99 болып тұрғанын қалаймын. Тек қана келіп, машинаны бұлай қойған кезде ғана, что көзге түсетіндей ше, ол ондай мен таң қалдыратындай не жоқ, шыны керек, дұрыс па Арсен? Ондай бәрі салып жатыр, ондай жаңағыдай дешманский вариант деймін мен оны ше, уже рулін өзгерткеннен кейін, ішіндегі салондағы жаңағыдай нелерін өзгерткеннен кейін ол машина қызық болмай қалады. Или жаңағыдай Kia сатып алсын, Kia руль сағанша Android бар, или машина сатып алсын дайын заводтан шыққан. Атақта бұларға не стоит? Вазға Android салып, анау кино көруге не стоит? Ол автомат коробкаға базар жоқ. Әдемі тұрады негізі. Шыны керек, Арсен бауырым, ісің алға баса берсін. Рахмет, осылай келіп, бізді вас суетолог деп іздеп келіп. Осы Арсен негіз бұрыннан танимыз. Бір жылдан бері бізге лично видео түсіріп келеді. Өзіміздің вас суетолог аккаунтқа кірсеңіздер, бүкіл сходкының видеоларын осы Арсен деген жігіт түсірген. Біздің жаңағыдай өзіміздің 0.99-дан обзор бастаймыз деді. Құдай қаласа, бұдан да көп обзорларды өзімнің жарыққа шығарып атқан машиналар полный осы Арсенге беретін болған. Құдай қаласа, иншалла. Мін Арсен Ақбал. Баса бер. Осы көлік жайы бір сұрағым бар.